Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы Нұртілеуқызы Назерке. Қош келдіңіз, Назерке. Ең алдымен мемлекеттік тіл қазақ тілі өз алдына алғаш үйренген шет тіліңіз жайлы айтсаңыз. Не себепті дәл сол тілді таңдадыңыз? Мен қазақ тілінен өзге орыс және ағылшын тілін жетік меңгеремін және түрік тілін бастауыш деңгейіндемін. Және бұл тілдердің көпшілігі әрине мектептің арқасында үйрендім. Жақсы, қай тіл жаныңызға жақын? Ана тілінен басқа? Ана тілінен басқа мен өзім негізі ағылшын тілін өте жақсы көремін. Ерекше ағылшын тілінде кітаптар оқимын. Менің көптеген негізі қолданбаған тіл ағылшын тілінде. Мен инстаграмда да негізі ағылшын тілінде жазатын посттарды жиі оқимын. Қай сыныпта ағылшын тіліне дендеп қызыға бастадыңыз? Бастауыштан секілді. Екен бұл білемін. Адамдар ағылшынша сөйлеседі және оның өзі құлаққа өте ерекше естіледі. Жақсы. Тіл үйрену барысындағы ең қиын және ең қызықты тұстарымен бөліссеңіз? Ең қиыны дер едім, бұл мотивацияның жоқтығы. Тым көп оқығаннан кейін одан бір уақытта жалығып кету. Яғни адам белгілі бір нәрсені үдере істегеннен ол уақыт өте барысында жалығып кетеді. Және бұл негізінен норма реакция, алайда дисциплинаны сақталу маңызды. Ал ең қызығы, мысалы мен Астанада қыдырып жүргенде музейде болғанбыз. Қазақстан ұлттық музейі және ол жерде туристер бар екен, жаз уақыты болды да. Және мен ол кезде шетелдік кісілердің ағылшынша әңгімесін естіп қалдым. Және сол жердегі олардың әр айтқан сөзінің нақты түсіне алуыма өте қатты қуандым. Және бұл маған өте қызықты болды. Сол мотивация да болды, иә? Жақсы, жаңа жалығып кететін кездер де болады деп айтып кеттіңіз. Сондай сәттерде өзіңіздің жаңағы ерік-жігеріңізді қалай жеңесіз? Қалай қайттан оқуды бастайсыз? Бұл әлбетте оңай нәрседен бастау. Мәселен, сүйікті мультфильм я фильмді ағылшын тілінде оқу, тіпті сүйікті кітапты да негізі ағылшынша тілінде оқуға болады. Өйткені мен жалмасам тіпті Абайдың қара сөздерінің ағылшыншасын көрген секілдімін. Бір кітаптар сататын дүкенде. Сондықтан өзіңізге ұнайтын жеңіл дофамин әкелетін заттарды қолдануға болады. Жеңілден аз-аздан үздіксіз ба? Жақсы, енді өзіңіз қолданып жүрген бір тиімді әдіспен бөліссеңіз? Мен өзім жақында көк түсті қалам дәптер бастадым. Бірінші бетінде менде сөздік секілді келеді, алайда ол сөздің менде аудармасы емес, мен білетін сөзден синонимі жазылған. Ең соңында менде phrasal verbs жазылған, яғни бұл тұрақты тіркестер секілді фразеологизмға ұқсастау, және мен дәптерімді көптеген секцияларға бөліп тастағанмын, және сол арқылы мәселен белгілі бір нәрсе маған керек болса, мен оны аламын және лезде тауып аламын, нақты не керек екенін. Жақсы. Тілді меңгеру барысында өзге мәдениетті, өзге ұлттың мәдениетін қалай қабылдай бастадыңыз? Көзқарасыңызға әсер етті ме? Әлбетте, егер адам белгілі бір тілді үйренсе, ол сол тілдің туғаннан ана тіл болып саналатын адамды да ерекше құрметтейді және олармен сөйлесуге де даяр болады. Онымен қоса тіл ол негізі мәдениеттің есігі деп айтар едім, өйткені тілді білмей мәдениет түсіну мүмкін емес. Егер адам маған мен тілді білемін, бірақ мен бұл халықтың мәдениетін білемін десе, мен оған түсінбеуші едім. Келіспесе ол. Жақсы. Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Болашақта бәлки жапон және араб тілдерін білгім келер еді. Не себепті? Себебі жапондықтар олар білім жағынан және анимация жағынан да мықты. Және мен қазіргі таңда ойланып жатырмын, бәлки қазақ тіліндегі мықты анимацияланған мультфильмдерді неге шығармасқа. Және меніңше жапон тіліндегі материалдар өте көп. Олар білім жағынан да мықты, оларда әлемнің мықты деген университеттері бар. Яғни оларда өкінішке қарай бізде қазақ тіліндегі ғылыми жобалар өте аз. Алайда әлемдік деңгейдегі дамып жатқан тілдерді қолдана алсақ, құрал ретінде, меніңше ол бізге көптеген жолдарды ашпады. Ал араб тілі, өйткені мен тарихпен де қызығамын және бізде бүткіл білетін шығарсыздар, бұрындары осы кириллица емес, арабтың жазуына араластырылған төте жазу болды. Және мен негізі төте жазуды үйреніп келді, алайда көзім әзірге үйренбеді. Сондықтан бәлки бірінші араб тілінен бастап, сосын төте жазуды байқап көремін дедім. Жақсы. Назерке, жалпы тіл үйрену барысында орта мақсаты бір, мүддесі бір орта болған жақсы дейді. Сіздің осы тіл үйренудегі достарыңыз бар ма? Бірге оқып жүрген, бірге танысып жүрген?
Бағана атап өткендей, мен жапон тілін үйренгім келер еді. Менімен бір сыныпта оқитын құрбым бар, және ол жапон тілін тіпті меңгерген деп айта алсам болады. Ол кітаптарын да, фильмді оп-оңай оқи алады, көре алады. Және оның осындай қабілеті мені негізі ынталандырады, және мен де осындай деңгейде болғым келер еді. Көмектесесіздер, иә, бір-біріңізге? Жақсы, енді тіл туралы өзіңіз білетін тілдерде қанат сөздерді келтіріп кетсеңіз. Мәдениеттің мәйегі тіл. Без этого мы никто. Вакитінде құламақ çok önemli. So why don't use this opportunity? Тұшымды жауабыңызға рахмет, Назерке. Бүгінгі жобаны Халил Досмұхамедұлының мына сөзімен қорытындылағым келіп тұр. Ана тілін біліп тұрып, өзге тілде жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, өзге тілде сөйлесең, бұл күйініш. Қош сау болыңыз, көрермен.